Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бүгін менің Қанайдың шағын өмірбаяны туралы әңгіме айтамыз. Әңгімемнің басын мен отбасымнан бастайын. Әкемнің аты Амандос, анамның аты Гүлзада. Біз үш ағайындымыз. Ағамның аты Айбат, екіншісі мен Нұрболат. Білмейтін жандар болса, шын есімімді. Ал үшінші баланың аты Дияр. Өкінішке орай, ол Аллахтың қалауымен 7 жасында қайтты, лейкемия ауруымен қайтты. Жатқан жері жайлы болсын, інімнің, сағынам, жақсы көрем. Бауырларыңызды сыйлаңыздар. Қазір Аллаға шүкір, ағамның әйелі бар, Бағдат деген, және де Нұрәли дейтін баласы бар, тұңғыш. Бір қызығы айтып кетейін, негізі мен туған ағам жалпы ең бірінші, біздің әулеттегі ең бірінші немере. Бірінші. Ал өзінің қазіргі Нұрәли дейтін баласы ең бірінші шөбере. Ойлаңдар. Жалпы мен кішкентай кезімде андай қызық бала болдым. Көп нәрсеге сеніп қала берем, алданып қала берем. Қатты сенгіш болдым, бір сөзбен айтқанда. Сосын қатты көп нәрсеге қызыға беретін болдым. Ең бірінші есімді жиған кезде мен күнге қарап қатты таңғалғам. Күн бар, ай бар, жұлдыз бар, бұлт бар, топырақ, шөп, бәріне қатты қызығатынмын. Айға қарайым, жұлдыздар санайын, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп. Сондай странный бір бала болдым. Бірақ соның жауабын таба алмадым, кім жаратты деген сияқты. Сөйтіп қалды, баласың ғой, енді ана-аналанды ойнап кетесің. Сосын бір күні үйге келдім, даладан шаршап, ойнап, кешке қарай үйге келген кезде сол марқұм інім Диярды анам бесікте тебетіп өтті. Бесік жырын айтып өтті, аңылдап. Сол кезде мен маманың даусына қатты қызыққам. Не дауыс, не айтып отыр деп. Сөйтсем ол музыка екен. Ең бірінші. Сөйтіп музыкамен мен таныстым. Ең бірінші мен тыңдаған музыкам Геркулес дейтін мультикті білетін шығар. Енді менің құрдастарым, менен кейін оның алдында адамдар білетін шығар. Геркулес дейтін мультик болды. Соның ішінде саундтрек болды. Я пойду на риск, если хватит сил, я спрошу людей. Сөйтіп сол музыканы жатып, андай еще есімде қалып қойды, өтік айта беретінден. And I feel alone деп. It's a road I like it деп өтік айта беретінден. Сөйтіп музыка қатты қызық кетті. Мен дворда өлең айтам, подъезде өлең айтам, отырып өлең айта берем, ыңылдай берем. Сөйтіп уақыт өте келе, шатаспасам 2001 жылы Қайрат дейтін ағам, яғни әкемнің інісі, туған інісі, Самал дейтін жеңешемді үйге әкеліп той болады. Сол тойда мен ең бірінші рет қолыма микрофон ұстап өлең айтам. Өлеңнің аты «Ай-ай бөпем әппақ қала». Ең бірінші. Сөйтіп сол тойдан қателеспесем 16 мың ба 18 мың теңге жинап алам. Ол кезде 16 мың 18 мың теңге дейтін андай көп ақша ғой. Сосын өзімше ойлаймын, план құрам, Sega сатып алам, велосипед сатып алам деп. Қайда таңертең тұрсам жоқ қой, аумей. Дым жоқ. Балконда отырған Қанай кастингтен өтті. Ол қалай велосипед сатып алам? Есімде жоқ, қайтан сатып алатын бір айст велосипедім болды. Бүйтіп жанына кіріп айдайтын велосипед. Бәрі айдады ғой, бүйтіп жанына кіріп айдайды ғой, бүйтіп. Сондай велосипед болды. Соны, балконда оңдап отырам. Екі қол саласың, білесің ба, айст тартқан цеп тартып саласың, бүйтіп. Білесіңдер, бүйтіп цебін тартып салып, қолым маймау өлең айтып отырмын. Деп өлең айтып отырсам, төменде біреу Нурик дейді да менің. Балконнан шығып қарасам, Ермек дейтін ағам көршім. Қасында бір дос баласы бар. Сен өлең жақсы айтасың ғой. Келшеш біз үйге дейді да. Қолын сыртып алдым, ешқандай ойым жоқ. Ермек ағамның үйіне барып, сол жерде Әлесемет дейтін ағаммен танысам. Сөйтсем олар, оказывается, біздің Құлсарының типа 91-дар екен. Құлсары қаласындағы группа орда бар. 5 адаммен өлең айтады. Раддайым дейтін топ болды. Танысам. Ассалаумағалейкум, алейкумассалам. Кішкентай балам ол кезде.
Әлисемет дейтін ағаммен ең бірінші сол Ермек дейтін ағамның үйінде танысамын. Маған дейтін, в общем, ол кезде андай не бар, диск салатын плеері ғой. Дискісін салады, құлағыма наушникті тағады. Мен ондай көрмегенмін. Маған өлеңді сол жерде өлең айтқызады. Мен даусыма таңғалып қалады, Әлисемет дейтін ағам. Сол жерде молодец, сенің даусың жақсы дейтін мақтап жүреді. Сонымен мәзбін, сөйтіп үйге кетіп қаламын. Мен білмеймін енді музыка ары қарай қалай даму керек, қалай даму керек дейтін білмеймін ғой. Баламын ойнап, двордың алдында ойнап жүрген баламын. Сөйтіп бір күні Әлисемет ағам үйіне шақырады. Әлисемет ағамның үйіне барамын да, Әлисемет ағамның бір комнаты бар, дәл осындай, біздің комнат сияқты осындай комната бар. Барсам көзіме түскен, ол кезде мини-диск дейтін болады ғой. Мини-дискі. Бүйтіп саласың, ректі басасың, стопты басасың. Сол кезде адамдар білу керек. Сөйтсем, олар запись жазып жатыр екен. Маған ана жер дейтін профессиональный студия болып көрінді ғой. Мен өзім қорқыттым. Өзім паника ана жерде. В общем, Нурик, бүгін біздер не жазамыз деді. В общем, запись жазамыз, сен даусыңды түсіреміз деді. Сөйтсем, олар алтта, в общем, мини-дисктің ішінде минусовка бар екен. Минусовканы салады да, мынаяқтан микрофон тығады анаған бүйтіп. Сосын ана бұрыштан тұрып дейтін плюс жазады. Қолыма микрофон берді, басыма нөн телевизордың коробкасын кегізіп бүйтіп, чтобы не болмасын деп дейтін еді. Эхо болмасын деп басыма кегізді, өлең айтқызып қойды. Мен бір айтып тастадым, алдымда полный бір айтып тастадым. Сөйтсем, коробканы шешіп жатқан кезде Әлисемет ағаларым жыртылып күліп жатыр да. Әлі үшін айтады да соны. Сосын өздері екінші дауыс салып жүріп бүйтіп, андай бұрышқа тығады, бүйтіп коробканың астына кіреді да бүйтіп екінші дауыс салады. Сөйтіп мені Әлисемет ағам өнер жолына алып келді сөйтіп. Концерттерге шығарды, үлкен сахналарға шығарды, корпоративтерге, жаңа жылға бардық, анда-мында. Сөйтіп мен кішкене опыт жинадым өлең жағынан. Тек бір өлең айта беремін. Ең бірінші айтқан өлеңім Талғат Жорабаевтың әні «Сағыныш жаза» дейтін. Қысыл жаным, жүрегім күйеді, сонда жаным сен болмастан қасымда егер дейтін өлеңді мен жуы жататынмын. Бірақ қазір де жуы жатамын ғой, шүкір. Сөйтіп мені музыка әлемімен таныстырған ең бірінші ұстазым десем де болады, Әлисемет ағама көп-көп рахметімді айтамын. Аман жүріңіз, я вас люблю. Сені жаным менің сүйемін, ғашығым сен. Музыка әлемімен танысып, музыкаға қатты қызығып кеткен кезім. Білмеймін енді, ол кезде мектеп оқып жүрген баламын, 8-9 оқып жүрген бала. Рэп дейтін нәрсемен таныстым, сосын ең бірінші рэп дейтін нәрсемен таныстым. Ол кезде менің уақытымда рэп дейтін сондай қайнап атқан кез болды, рэп дейтін. Ол кезде мен Жақауы дейтін болды, тағымдыр, көптеген рэперлер болды. Мен танитын сол кезде мен Жақауы танимын, ана Шыңғыс пен Даймонның екеуі арасынан дис болды сол кезде. Уаа деп атқан кезде рэп десе өлетін кездер болған. Ең бірінші біз Құлсары қаласынан Халифат дейтін группа құрдық. 12 рэпер ішінде 13-ші мен бір вокалист. Сөйтіп біздер жан-жақтан жиналған балдар болдық, қарапайым ауылдың балдары. Каждыйын атын айтқым келіп тұр, өйткені біз Әлімбешін араласамыз, Әлімбешін аға іні болып сыйласамыз. Бірінші Ғаламат дейтін, екінші Жалғас, Алмас, Миха, Ернас, Қанат, Қуаныш, Ербол, Дархан, өзім капитаным. 10 бала болғанбыз біз. 10 бала болдық. Сөйтіп біз ең бірінші совместный өлеңіміз Қабір азабы дейтін өлең жаздық. Таң атар, кеш батар бұл өмірде, өмірмен өлім сол секілді де. Қабір азабы дейтін өлең жаздық. Ол дейтін манағы кәдімгідей иманды күшейтетін сондай бір жақсы өлең болды. Қазақстанға қатты дамып кетті. Кейбіреу біледі, кейбіреулер білмейді. Сөйтіп, екінші өлең тағы бір хит болған, өлім дейтін өлең жаздық. Өлім дейтін өлең жаздық.
Осы өлеңдер хит болған, ары қарай біз совместно көптеген біршама негізіне қазақ рэпіне бір чуть-чуть болсын бір немізді қостық, үлесімізді қостық. Мен сол осы қабір азабы және де өлім туралы бір сол өлең туралы бір қызық айтқым келіп тұр. Бірде, короче, бізде Құлсары қаласында орталық дейтін болды центр. Центрде каждый воскресенье сайын концерт болып тұратын болды. Біз каждый концертке шығатын болдық. Бір күні 10 бала болып жүрік, сол рэпер болып жүрік. Мен өзім жүрмін, кішкентай баламын. Давай выступать етейік дедік. Ал енді біз Құлсары қаласында, Құлсарыда кәдімгі хит болып кетті, концертіміз беріп тұрамыз. Сосын бардық та бізде выступать етуге бола ма? Барып өлең айтып, бір жақсы өлеңіміз бар еді. И бізді хабарлайды. На сцене осылай халифат тоба деп хабарлаған кезде қыздар ва деп айқайлап атады. Ва деп айқайлап атады. И мен жанымда бауырым ұмытпа өлім туралы өлең айтамыз. Сол кезде бір-екі қыздың эмоциясы есімде алып қойды да халифат деген кезде ва деп шыңғырып атады да біз өлім туралы өлең айтқан кезде деп бәрін груз қызып жүрдік қой, ойлайсыздар. Сондай бір қызық болып қалған есімізде. Сөйтіп сол группамен жүрдік те, кейін сол группа тарап кетті. Өкінішке орай, бір үйленіп кетті, біреу намаз жолына түсіп кетті, сөйтіп жүрді, сөйтіп группа тарап кетті. Мана Али Самет ағамды айттым ғой, ол музыкадан, ең алғашқы музыкадан ұстазым болған. Екіншіден, ол кісі маған КВН ойнаудан ұстаз. Мен КВНге қалай келдім? КВНге мен дейтін бір күні мектепте отырам. Соғысқа шақырған ұсап старосталар келеді ғой. Әрбір класстан КВН ойнайтын адамдар шықсын деп. В общем, бұйрық берген ғой. Бірақ менің классымнан ешкім КВН ойнайтын адамдар шықпайды. Өкінішке орай, сол кезде мен басқа класстың атынан шығып кетемін өзім. В общем, жақсы ойын көрсетеміз. Әдемі ойын көрсетіп, мен көзге түсіп қалам. Сол біздің мектептің атынан шығып жүрген Батыс дейтін команда болады. Біздің ағалар, тип айтқанда 11-ші класста оқып жүрген балалар ғой. Біздің 18-ші М. Сатылдиев, Мендеке Сатылдиевтің атағын, біздің мектептің атағын қорғап алып жүрген старший 10-ші класста оқитын ағаларымыз 8-9 класстан құрып, сборный Батыс младший команда құрады. Біз осы мектептің атын қорғауға ең бірінші жарысқа барамыз. Сөйтіп тоже сол жақсы ойындар көрсетіп, дәл сол жерде көзге түсеміз. Сөйтіп жарысқа ең бірінші сол мектептің атына жарысқа барып жүрген кезде тоже Али Самет ағамды көріп қалам. Сен КВН ойнайсың ба не деп маған айтады. Я КВН ойнаймын деп. Мен тек ол өлең айтады деп ойлаған болып тұр ғой. Мен сол жерде танысып, бірімізден танысып, Али Самет аға Құлштат дейтін команда құрады. Құлштат емес, айтпақшы, ең бірінші біздің команданың аты ең бірінші біздің команданың аты Ақилар КВН командасы болады. Ақилар КВН командасы деп ең бірінші біздің команданың ең бірінші аты Ақилар КВН командасы деп сборный КВНщиктерді жинайды ғой. Сосын Ақилар не деп жүрем, Ақилар сөйтсе бауырлар дейтін мағына екен ғой. Ақилар КВН командасы болып, біз мектептің командаларын жыртып жүрдік қой. Жыртып жүрдік. Сол кезде бізге қатты соперник болған Күлегеш дейтін команда болды. Күлегештің ішінде қазір айтсамдар, кей-поп жамағаты таңғалады. Күлегеш дейтін команданың ішінде Нұрсұлтан Базарбай дейтін досым ойнаған біздің соперник үшін. Ал Нұрсұлтан Базарбай кім дейтін болсаңыздар, Нұрсұлтан Базарбай қазіргі 100 Entertainment-тің беделді операторы и походу режиссер, да? Походу оператор үшін. Нұрсұлтан Базарбай біздің не ол соперник болды. Содан кейін барып арамызда кішкене бір не болып болды. Бір көп әңгіме болып кетті. Біз ертең республикалық деңгейге шыққан кезде Есен ағамыз телевидениеда
Құлсары қаласынан келген Ахилар командасы деп стрёмный болады деп, в общем, атымызды Кулштадт КВН командасы деп өзгертіп жатыр. Кулштадт дейтін не мағына? Құлсары штат деген ғой, сол кулды алдық та штат қылып жібердік, в общем. Сөйтіп біз ең бірінші 2009-да маусым ашарға барамыз. Сол маусым ашарда біз ең көзге түскен команда болдық, және де ең жас команда болып көзге түсіп сол жерде жақсы ойын көрсеттік. Сөйтіп біз Ақтөбеге жолдап аламыз. Төбеде, Ақтауда, Атырауда ойнап, опыт жинап, 2013-те премьер-лигаға өтеміз. Атырау облысы, Құлсары қаласы, Кулштадт. 2013-те премьер-лигаға келіп, Михаил Сегіздеров бірдің репері. Құлды Тілекпен танысам, точнее, Казиту КВН командасымен танысам. Сен жыланнан қорқатынын білесің бе? Ей, олар сол жыланды жейді ғой! Қайтарып ал. Сөйтіп біз Казиту КВН командасымен өтте керемет дос болып кетеміз. Сол жерде достығымыз басталады. 2013-те премьер-лигада біз ең Кулштадт пен Казиту кәдімгі фаворит боламыз. Мықты, көзге түскен команда болып премьер-лигада ұшып кетеді. Кетші жынды, мен сен сүйініп атсам. Ша, неге алсың басыңа, ша. Тыртайып неге бағансың? Қойшан. Мен киімінде шаруам болмасын. Тұрхан, қойшы, қытың келеді, қойшы. Спецок киіп атты, қойшы. Бот, қойшы, Тұрхан, келші, қытың келеді, кетшіден. Какасын сен келші. Бүткіл халық сеніп отқан Казиту мен Кулштадт деп ұшып кетеміз. Білмеймін, бізді әдейі ұшырып жүрді ма, білмеймін, әлімге шейін білмеймін, бізді ұшырып жүрді сөйтіп. Өткені біз мындай өнерімізбен сындырып аламыз. Қандай? Мындай, кеттік. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Қаладан келетін Айгүл біздікі. Сөйтіп премьер-лигадан ұшып кеткеннен кейін барып Құлсарыға қайтамыз ғой. Содан кейін барып спонсор болмай қалады. Келесі жылға баратын. Өйтіп бәріміз вақтыға жұмыс қырып кетеміз. Полный бәріміз вақтыға жұмыс қырып кетеміз. Вақты деген, яғни бізде Құлсарыда Теңгез дейтін үлкен заводқа жұмыс қырып кетеміз бәріміз. Сөйтіп вақтыда мен 2 жылдай жұмыс жасаймын. Сөйтіп бір күні вақтыда тұрам ғой. Жұмыс жасап атам, телефоныма Парасат Ыбраев дейтін ағамыз алады. Нұрболат, мен Алматыдамын. Сені Орда тобындағы Дастан Оразбеков группа құрамыз деп шақырып жатыр дейді. Мен дым-тымтан жүріп. Қайтып айтасың, Мұрат? Орда тобындағы Дастан Оразбеков сенің дауысыңды естіп, ұнатып, в общем, группа құрамыз деп сені Алматыға шақырып жатыр дейді. Все, братан, ойланып алайын деп, заводтың ішінде ойланып жүрмін ғой, 1 сағаттай ойландым, басымда каска, аяғымда темір етік. Сөйтіп ойландым да, общагаға бардым да, киім жинадым да, осылай жұмыстан шығамын дедім. Сөйтіп арызды жазып, үйге кетем. Ол кезде 21-дегі баламын. Сөйтіп үйдегілерге Парасаттан несін алдыртам ғой, батасын алдыртам, рұқсат алдыртам ғой. Үйдегілер сенбейді, бірге Алматыға жығытты баланы деген сияқты ғой. Сөйтіп мені сұрап алады, мен сол күні жұмыстан шығып, аз-маз ақшамен Алматыға кетем ғой. Сөйтіп біздер сол Парасат ағам мен күтіп алады. Үйге әкелген кезде Аман Ерғазиев, Дамир Жұмағалиев дейтін ағаммен танысам. Аман дейтін қазір режиссер-оператор, Дамир тоже режиссер-оператор, художник. Сол ағалармен танысып бір үйде тұрамыз. Сөйтіп Дастан аға келеді, Дастан Оразбеков ағамен танысам. Сөйтіп біздер Do Company дейтін компания құрамыз, және де TT дейтін группа құрылады. Do Company дейтін компанияның мақсаты, яғни клип түсіріп, бір таланттар шығару болған. Do Company'нің ең алғашқы клипі Төреғали Төрәлі мен Ерке Есмаханның Алло дейтін клипін түсірдік ең бірінші рет.
Көп клип түсіреміз. Кешудің Қуыршақтар дейтін клипін түсіреміз. Бейбіт Қорғанның өлеңін түсіреміз. Лашын Ибрагимовпен най. Соларды түсіріп өзіміздің клипін түсіреміз. Тытынның ең алғашқы дебютный клипі Бөпе. Сосын екінші ұмытып қалдым. 2 клип түсіреміз. Бар өмірім бір өзіңсің әлдейім менің, қуанышқа толы болсын әр күнің сенің. Мен ең алғашқы клипім Дастан Оразбеков ағамызбен Жанымда болу бақыт дейтін клипке түскем. И то ар жағында деп мелесін салып тұрдым, болды. Соған мәзбін. Ең бірінші клип. Ол кезде тым опытым жоқ. Не істеп жүргенімді білмеймін ғой, если честно, ана жерде. Қорқушым Дастан ағадан. Парсаттан қорқушым. Құттай ұрсып қалады маған. Тіпті ойнашыш. Одан сайын взрыв мозга потерясың ғой. Ғашық болдым шын жүректен, қадам бастым шын ниетпен, сенімен де еркелеткен жан таппайсың бұл әлемнен. Жаныңда болу бақыт, жылдап өтеді уақыт. Уақыт өте келе Do Company компаниясы бір келіспеушіліктерге байланысты Do Company компаниясы жабылды. Біз Дастан ағадан бөлек кетіп Top Entertainment деген новый компания аштық өзімізше. Сөйтіп негізінде бізге қиын болды. Қатты депрессия түсіп кететін уақыттардың бірі болды. Top Entertainment құрылған кезде өзімізде клип түсірдік. Басқа адамдарға тоже клип түсіріп жүрдік. Сосын бір идея келді. Кей-поп группасын құру. 7 адамнан тұратын группа құруға сондай идея келді. Соның ішінде кім болды? Сол 7 ненің ішінде Нурик Смит болды. Нурик Смит болды. Содан кейін бар 2 тобында Тико мен Иско болды. Біршама қазір кей-поп бағытында хит болып жүрген аттарын білмеймін. Соның ішінде Нурик Смитті білем, Исконы білем, Тиконы білем. Сөйтіп группа құрылды да, мен сол уақыттары өнерден қатты көңілім қалып қойып, мен манағы жасырмай қойын. Манағы қалай айтсам болады, дін жолына қатты бір кіріп кеттім. Мен айттым, Парасат, осылай да осылай, бізден ештен шықпай жатыр, осылай да осылай, мен дін жолына кетем, ауылға кетем деп, шаршадым бәрінен дедім де, намаз оқып кеттім, сөзім айтқанда. Жүрегіммен тыныштық іздедім де, бір 4 жылдай мен өнерден алыстап кеттім. Құлсары қаласында сауда саттықпен күнде мешітіне барам, келем, сөйтіп жүрдім. Сөйтіп ауылда жүріп, 4 жыл өтеді ғой, бір күні ауылда жұмыстан келіп, тамамды ішіп, ютубты қосып жатсам, Азия тобы и Бақай опмай дейді. Қой, қарай, мынау баяғы братандар ғой деп қарап, былайда басып қалған кезде, опмай дейтін өлең кетеді. Опмай, мыналарың қайтеді. Сосын мен мына жерде маған кәдімгі взрыв мозга болады. Азия тобы мен баяғы кішкентай кезден бастап тыңдайтын ағаларымыз қазір жыртып жатыр ма деп өзіме бір не болып қалды да, бір намыс болып қалды да. Сол жерде сумкамды жинадым да, мама папа кеттім мен дедім. Кеттім мен, мені іздемеңдер, мен өнер жолына кетем, Алматыға кетем деді. Сол кезде папа айтады, сен басын жасаймын дейді. Папа, маған сенесің ғой дедім. Маған сенейін, уайымдамаңдар, мен өнер жолына қайтып кетіп баратым деп. Таңғы 4-те кетіп қалдым. Таңғы 4-те Атырауға кетіп қалдым. Атырауда мені кім күтіп алады? Атырауда жалғыз досым Ақтөкен дейтін бауырым күтіп алды. Төкенге звондадым, родной мен келе жатырмын, өнерді қайтып бастадым, осылай да деп. Ол да қуанып қалды. Сол кезде ең бірінші AT Recordsке бардым. AT Recordsке барып, мен 4 жылдан кейін дебютный өлеңім Ғалам дейтін өлеңім шықты. Қасыма кел әніммен бараймын, музыкамен ойыңды жалаймын, берілесің толықтай сен маған, сезіненді менде шексіз ғалам. Сөйтіп жүрдім, сөйтіп жүріп Атырауда жүрген кезде маған
Закир дейтін және Салават Қабдол үшеуі соғады. Өнерді қайтып бастап жатыр екенсің, давай осы жылы Қытайға 2019-да бізбен бірге ойнасайшы, давай бірге бүлдірейік деп сөйтіп мен за дедім де сөйтіп Оралға кетіп қалдым. Оралда дайындалып кәдімгідей 2013-тегі буды шығарып, энергияны шығарып 2019-да біздер 1/8-ге барып бірінші орын өтеміз, 1/4-те бірінші орын өтеміз, сөйтіп финалға жетіп, финалда шейк кетіп, үшінші орын аламыз. Hoş geldin. Kettik. Kaytadan. Merhaba asker. Сөйтіп Аллахтың қалауымен Оралға кетіп қалам. Оралдан, в общем, 50.000 теңгені тауып аламын да, в общем, 2 өлең сатам, 25.000 теңге 2 өлең сатып, 50.000 теңгемін Алматыға келем. Как раз Алматыға келген кезде Мехавай 8/1-дегі Жандос Самалбековтың тура туған күніне келем. Сөйтіп ең бірінші мен Жандоспен танысам, Қабдолды бәрінен танимын ғой енді. Сөйтіп Жандоспен танысып, сөйтіп жөн жерде жақсы дос болып кетіп бір үйде тұрамыз. Сөйтіп тұрып біз не істейміз, не қыламыз, сен үшіміз басымыз жиналдық қой, не бүлдіреміз деп жүрген кезде бізге ең бірінші не келеді, проект келеді. Сөйтсек ол не проект десем, қазіргі қайрат адам болмай, қайрат болмадың сценарий келеді бізге. Үшеуің образдарын келеді деп. Сөйтіп сценарийді оқып отамыз да, ары қарай бәрі боғазылып кетеді. Сосын ойландық та енді. Мына бізге келмейді, шешеміз қарайды ғой деген сияқты болып отказ беріп жатық. Енді не істейміз? Келген проекттен айырып қалдық. Үйттік деп жүріп, бір күні Қабдол келеді, родной, осылай, баяғыда есіңде ма? Сен Атырауда жүрген кезде екеуміз Эйтерексте кездесіп қалып, прямой эфирде қудық қой, білесің ба дейді да. Сөйтсем біздің ана соны видеоны көрсетеді да, бір үшін біздің прямой эфирде қуған немізді түсіріп алып бір ютубқа салып жүрген ғой. Мен айтамын, давай осы жерден кесіп алып инстаграмға салып жүр деді. Салып жібереміз дедік инстаграмға, сөйтіп инстаграмға салып, Аллахтың қалауымен сол өлең хит болып кетеді. Кәдімгідей халық алады да, өзі кәдімгідей не жасап, ремикс жасап, сол хит қылып жібереді, өзіміз таңғалып қаламыз. Сосын екіншісін сұрайды, екіншісінде бізге Жандос қосылады. Дейтін өтік өлеңмен, ол да тоже хит болып кетеді. Үшіншісін халық сұрайды, немене өтік мағынасы өлең айтып жатсыңдар, мағыналы өлең айтсаңдаршы деп. Сондай ұсыныс түседі халықтан. Сөйтіп мен таңғы 9-да ұйықтамай отырып, арман қуып келдім Алматыға деп сөзін бастаймын, мотив шығарып, сол өлең жазып, сөзін бәрін шығарып, таратып жібереміз. Арман қуып келдім Алматыға, жету керек қойған мақсатыма, танысып көптеген достарменен, шабыт алып қимыл сөздерінен. Сөйтіп сол өлеңмен кетеді ғой, қызық таймысқа шақырады, қызық премияға шақырады. Сөйтіп жүріп, Аллахтың қалауымен Мехавай 8/1 дейтін группа құрылып, қазіргі таңда Аллаға шүкір, сол группа болып әлі келе жатырмыз. Ұнайды шоуға қатыстық, ұнайды шоудан бір шама опыт алдық. Содан кейін барып, Аллаға шүкір, қазіргі таңда Мехавай 8/1-дің сериалын бітіріп, бірінші сезонын бітіріп, сондай бір дәрежеге жеттік, Аллаға шүкір. Жалпы сөйтіп сол мана ойлана келе адам өзінің жақсы көретін жұмысымен айналысса, ол өмір бойы жұмыс жасамаған бойы есептеледі дейтін бір сөз есімде қалып қойды. Аллаға шүкір осы дәреже жеткеніне. Опмай дейтін әнді естіп отырып Алматыға кетіп қалған Қанай Азия тобымен
қандайсың қандай дейтін ән түсіреді, бартоғайда түсіреді, Аллаға шүкір. Қызғандырған жүз жандырған жүректің шымай, қинайтын кеп жанды шымшылай. Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай. Бәрі тектен тегі емес деп ойлаймын. Енді менің мақсатым өзімнің жеке творчествома кірісіп, альбом жазу қалды. Бұл сөздің соңы қалай аяқтағым келіп тұр. Жалпы менің мақсатым ең қымбат әнші, ең қымбат актер болу. Алла қаласа мен оған жетем. Тек Аллах Тағала соған жеткізсе, мен барымша еңбек етіп соған жетем. Жай ғана сіздердің қолдауларыңыз керек. Қандай сен мықтысың, қандай сен кереметсің десең, мен содан шабыт аламын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Аман жүріңіздер, қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Шаршамаңыздар, ерінбеңіздер, только алға. Аман жүріңіздер.